Қайырлы күн! Мен бүгін ойын форматында тест, сауалнама және викторина өткізуге арналған Quizzes құралы туралы айтатын боламын. Оның мүмкіндіктері өте зор және дәл сіздің жұмысыңызға пайдасы тиеді деген сенімдемін. Оны бір аудиторияда адамдармен бетпе-бет форматта немесе интернет арқылы қашықтықтан пайдалануға болады. Енді толығырақ қарастырайық. Бірінші quizzes.com сайтына кіреміз. Ол жерде жоғары оң жақтағы тіркелу батырмасына басамыз. Тіркелудің екі жолы бар. Біріншісі дайын Google аккаунт арқылы, екіншісі кез келген электронды пошта арқылы. Мен бірінші нұсқасын таңдаймын, яғни өзімнің Google аккаунтымды. Одан кейін біз өз категориямызды таңдаймыз: мұғалім, студент және бизнес. Онымен қоса астында сілтеме арқылы басқа да категориялар көрсетілген. Мен мұғалімді таңдаймын да әрі қарай жүремін. Міне, біз Quizzes'дің негізгі бетіндеміз. Сол жақ жоғарыда жеке аккаунтымыз көрсетілген. Уақыт кетірмей бірден жаңа тест жасауға кірісейік. Сол жақтағы тиісті батырманы басамыз. Ашылған терезеде атымызды енгізіп, пәнді таңдаймыз. Келесі бетте бізге сұрақтың түрі ұсынылады. Бір жауабы дұрыс сұрақ, бірнеше жауабы дұрыс сұрақ, бланкты толтыру, сауалнама және аяқталмаған сұрақ. Мен ең бірінші түрін таңдаймын. Келесі бетте сұрақ пен оның бірнеше жауаптарын енгізетін бос жолдар шығады. Соларды толтыруымыз керек. Мен Google дисктегі дайын тесттен сұрақтар мен жауаптарды көшіріп қоямын. Назар салыңыз. Егер жауаптар көбірек болса, онда астындағы батырманы басып қосамыз. Содан кейін міндетті түрде дұрыс жауапты жасыл белгішемен белгілеуіміз керек. Дәл осылай барлық 5 сұрақты қойып шығамыз. Осылайша бізде 5 сұрақтан тұратын тест дайын болады. Сұрақтарды енгізіп болған соң дайын батырмасын басамыз. Содан кейін біздің алдымызда мәзір шығады. Ол жерде тестке арналған сурет қоюға болады. Мысалға, компьютерден жүктеп қоюға мүмкіндік бар. Одан соң тапсыру тілін қазақ деп көрсетеміз. Ал оның астында қай жас, дәлірек айтқанда білім берудің деңгейі бойынша таңдау жасау керек. Бұл жерде балабақша 1-ден 12-ші сыныпқа дейін, университет және қосымша білім беру бар. Біз мысалға 10-ші және 11-ші сыныпты таңдайық. Одан кейінгі пункт біздің тестімізді тек біз ғана көре аламыз ба, немесе барлығы да көре алады ма деген сұрақ. Біз әрине біріншісін таңдаймыз және барлық жазғандарыңызды ұмытпаңыз. Енді тестті ойын форматында бастау үшін екі жолы бар. Дәл осы сәтте бір жерде ойнау және екіншісі қашықтықтан ойнау. Біз бүгін бірінші нұсқасын таңдаймыз. Келесі бетте кімдер ойнайтынын көрсетуіміз керек. Топ арасында, жеке оқушылар арасында немесе бақылау жұмысы түрінде. Біз классикалық түрін, яғни жеке оқушылар арасындағы нұсқасын таңдаймыз. Одан кейін сыныпты таңдауға болады. Сосын әр оқушы немесе тестке қатысушы осы ойында неше рет ойнай алатынын көрсетуіміз қажет.
1 рет, 5 рет немесе шектеусіз. Одан кейін астында түрлі баптаулар бар. Мысалға, таймер, көшбасшылар кестесі, сұрақтарды араластыру, жауаптарды араластыру, тест соңында қате жауап берген сұрақтармен жұмыс, және соңғысы әрбір сұрақтан кейін көңіл көтеретін суреттерді көрсету. Одан кейін жалғастыру батырмасын басайық. Міне, алдымызда ойынға қатысу мәзірі шықты. Ол жерде ойынның сілтемесі мен оған қосылуға арналған код жазылған. Оқушылар осы кодты енгізіп қатысады. Енді смартфонға Quizzes қосымшасын орнатып, ойынға қатысып көрейік. Бірінші Play Market'тен ойынды жүктеп орнатамыз. Сосын оны ашқан соң оқушы не мұғалім категориясын таңдаймыз. Ойын тестіне қатысу үшін міндетті түрде тіркелу керек. Соны ұмытпайық. Әрі қарай компьютердегі экранмен қатар салыстыра отырып, ойынға қатысу барысын бақылаңыз. Міне, осылайша әрбір адам сілтеме бойынша ойынға қатысқан сайын біз олардың жинаған балл санын, алған орнын бақылап отыра аламыз. Сонымен қатар, егер ойын нәтижелерін компьютеріңізге Microsoft Excel форматында жүктеп алғыңыз келсе, онда оған арналған жоғарыда батырма бар. Соны басып сақтайсыз. Ол Excel есепте қанша адам қатысқаны, қанша балл жинаған туралы барлық ақпарат тұрады. Сіздің дайындаған барлық тест ойындарыңыз менің викториналарым бөлімінде сақталып тұрады. Ол жерге бассаңыз, ойындар тізімі шығады. Сондай-ақ кез келген уақытта қарындаштың суреті бар белгішеге басып, ойынға өзгерістер енгізуге болады. Тағы бір ескертетін жері, сіз әрбір ойын бойынша толық мәліметті есептер бөлімінен алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол жерге кірсеңіз, өткізілген ойындар тізімі шығады. Керегін таңдап, үстіне басып, әрқайсысына жеке кіруге болады. Ол жерде қанша адам қатысты, қандай сұрақтар көбінесе қиындық туғызды, әрбір ойын бойынша қанша балл жинады деген сияқты ақпарат болады. Сонымен, біз бүгін қызықты ойын форматында тест құрастыруды үйрендік. Ең бастысы, сіз адамдарды ойынға шақырған кезде joinmyquiz.com сайтына кіріп, ол жерге тиісті кодты
ақпаратты енгіз деп айтуды ұмытпаңыз. Бүгін біз қарастырған ойынның түрі бетпе-бет, яғни бір аудиторияда өткізіледі. Ол жерде алған балдар саны көз алдына шығып, ал жеңімпаз әділ түрде сол сәтте анықталады. Сонымен қатар бұл ойынды қашықтықтан, яғни интернеттің көмегімен өткізуге болады. Бірақ ол туралы мен сізге келесі бейнероликте айтатын боламын. Келесі кездескенше.